Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Күдіктілер қатарында бұрынғы бірінші проректор, қаржы және әкімшілік департаменттерінің директорлары, өндірістік техникалық бөлімнің қойма меңгерушісі, сондай-ақ мердігер ұйымдардың басшылары бар. Күдіктілер тауарлар іс жүзінде жеткізілмеген немесе жасанды түрде қымбат бағамен сатып алынған, жалған мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасқан. Байланысы бар жеке кәсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдардың шоттарына аударылған қаражат кейіннен қолма-қол ақшаға айналдырылып, қылмыстық қатысушылар арасында бөлінген. Мысалы, осы схема аясында университет басшылығы нарықтық құны 200 мың теңгеден аспайтын бір креслоны 20 миллион теңгеге сатып алған. Нақты жеткізілімдердің болмауын жасыру мақсатында күдіктілер тозған тауарлық материалдық құндылықтарды балансынан формалды түрде есептен шығарып, оларды іс жүзінде пайдалануды жалғастырған. Ал есептен шығарылған мүліктің орнына келуі тиіс жаңа тауарлар мүлдем жеткізілмеген. Нәтижесінде мемлекетке 321 миллион теңге көлемінде залал келтірілген. Тергеу барысында күдіктілер 264 миллион теңгені ерікті түрде өтеген. Сот санкциясымен олардың мүлкіне 4 тұрғын үйге, 1 автокөлікке, сондай-ақ банктік шоттардағы 40 миллион теңге көлеміндегі ақшалай қаражатқа тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.